Журналистика мамандығын неге таңдайсыздар? Ол үшін үлкен бір сұраққа жауап беру керек. Журналист деген кім? Қазір қарап отырсаңыздар, елімізде, жерімізде пандемия жүріп жатқан кезде бірінші орынға дәрігерлер, екінші орынға журналистер шығып жатыр. Өйткені журналист күнделікті ақпаратты елге жеткізуші адам. Сондықтан да журналистиканың мамандығы ол еш уақытта өлмейтін мамандық деп сенеміз. Сондықтан да жас талапкерлер, сіздер осы Тұран университетінің журналистика кафедрасын таңдап келгендеріңізде алдарыңызда бір ғана мақсат тұру керек. Елге қызмет ету, елге хабарды жеткізу, елге хабарды тарата білу және оның ақ-қарасын аша білу. Міне осы жолда көптеген журналистер қазір жақсы жұмыс атқарып келеді. Журналистика менен қатар бізде пиар саласы да қазір жолға қойылған. Пиар саласы деп атайтынымыз, өйткені көбісі пиарды жарнамамен шатастырып алады. Жарнама ол сатып алушы, сатушы, ал пиар өнімді халыққа жеткізуші, таңдай білу керек екенін айтатын ұғымды айтамыз. Пиар мамандығы Қазақстан аумағына келгеніне де 20 жылдан асып баратыр. Пиардың өзінің түрлері бар. Бизнес саласындағы пиар, саяси пиар және әлеуметтік пиар деп неше түрліге бөлінеді. Осы салада біздің Қазақстан Республикасы әлемге әйгілі болғаны осы пиар маркетингтің арқасында деп білеміз. Сіз оқу таңдауға келген кезде неге Тұран университетін таңдайсыз? Өйткені таңдау алдында сіздер оң солдарыңызды байқап келулеріңіз керек. Тұран университетінде қазіргі заманауи ағымға бейімделген пәндерді оқытылады. Оның бірі кәсіби журналистика, пиар журналистері және пиар мамандығының нағыз иегері болуға сіздерді қалыптастырады. Және осындай аумағайым заманда Тұран университетінің студенттері осы университетті бітіріп, осы университетінің дипломы менен әрбір салада қызмет етіп жүргендері күнделікті өмірде көріп жүрміз.